Жоқ, Ақтөре, сен бір уақытта именно ренжіме былай айтып жатқанма, бірақ именно халықтың вот именно мынандай бір ситуация болады ғой, Диана ханым, халық қолдап жатады ғой, сондай моментта сатып жіберетін кездер болады да. Мысалы, потому что енді қазір халыққа Нұрсұлан екеуміз жақпай жатырық, иә. Оның барын біле тұра, алдында ғана Хамокеу мына жерде сөзге келген кезде, Ақтөре, сен менің сөзім сөйлеген болатынсың. Енді кеше сен өзің сөзінен тайып кеттің. Тура Хамо солай істеген, алдында Хамо да маған қарсы шықты, одан кейін өз сөзінен тайып кетті. Неге олай жасап дем да? Бір сөздеріңде тұрыңдар. Достықтарың осы ма? Именно халық жек көріп жатқан кезде сендер одан ары айтасыңдар да, потому что сендер өздеріңе ұпай жинайсыңдар. Сендерге халық молодцы деп айтады. Осы сезон бойынша маған ұнаған жігіт тек Нұрсұлтан. Енді ондай көп үміткер болған жоқ. Маған ұнады жігіт. Ол маған келді. И көбінесе кеше мен эфирдан соңда өзім біраз жылап алдым, шынымды айтсам, елдердің сөздеріне. Ауыр жазып отыр да, ужасно прям. Енді Зухра, әрине дұрыс айтасың, енді көп ненің бәрі жылауың орынды ғой, әрине көңілің бос. Бірақ Хамрақұл мен Ақтөреге мен айтарым, бірден енді Зухраны бет қатты бір жеке бергеннен гөрі Нұрсұлтанмен сөйлескен дұрыс деп ойлаймын. Нұрсұлтанның өзінің жақсы пікірін біліп, інісі бәрі енді жаңағы айтып жатыр ғой, не соқ біледі? Жезе соқ біледі ғой. Сыртқа енді бір дос қой, енді былай айтқанда. Жақсылап, еркекше, жігітше бет сұрап, өзінің мнениесін біліп, алға қойған мақсатын біліп, сөйтіп Нұрсұлтанмен дұрыс сөйлесу керек деп ойлаймын.